Сәлем көрермендер, мен сіздерге бүгін мультфильмдердің фотосын салып көрсететін боламын. Ең алдымен сіздер менің каналыма жазылыңыздар және де лайк басыңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Ең алдымен мен өзімнің жеке бөлмеме кіріп, осындай әппақ доскаға, яғни тақтаға келіп, өзімнің фломастерімді, маркерімді дайындаймын. Сіздер де ең алдымен өздеріңіздің доскаларыңызды алыңыздар және де қолдарыңызға маркер ұстаңыздар. Егер сіздерде болар болмаса, қолдарыңызға қалам ұстаңыздар және де ақ парақ алыңыздар, яғни А4. Ал ендеше мен бастаймын. Ең алдымен сіздер өздеріңіздің үйлеріңіздегі кез келген телефоннан алып, кез келген фотоны салғыларыңызға болады. Сіздер ол үшін Google-ға кіріп, фото мультика деп жазсаңыздар, сол жерде көптеген фотолар шығады. Мысалға міне мен осылай жаздым. Фото мультика деп жазсам, міне сіздерде осындай көптеген фотолар шығады. Сіздер осылардан біреуін таңдап, осы жаққа саласыздар. Міне мен өзіміздің телефоннан осындай губка бобтың осындай фотосын таптым. Осы фотоны қазір салатын боламыз, сіздердің көздеріңізше. Міне мен бастаймын. Ең алдымен қолдарыңызға маркер немесе қаламды алыңыздар да, міне жайлап бассаңыздар. Осылай. Мінекей достар, өздеріңізге ыңғайлы бір мультфильмдағы немесе өздеріңізге ұнаған бір фотоны алып осылай саласыздар. Мысалға мен қазір Google-дан осы фотоны таңдадым. Спанч Боб, яғни губка бобтың. Міне менде жақсы келе жатыр. Көздерін салайын. Мінекей достар, мен көздерін салып жатырмын. Көздерін салу оңайлау. Мінекей достар, мен салып жатырмын. Ұқсап келе жатыр. Мінекей достар, мен аяғына да жеттім. Міне аяғым. Мінекей достар, мен аяқ киімін салатын боламын. Маған достар кішкене ыңғайсыз болып тұр, өйткені мен бір қолыммен камераны ұсталып тұрмын. Сондықтан кішкене ыңғайсыз болып тұр салғанға. Так, дұрыс салып жатырмын. Міне менде Спанч Бобтың суреті салынды. Енді мен қазір оның үйін салатын боламын. Міне мына жердегі. Так, мына үйі Спанч Бобтың арт жағында, яғни үсті жағында тұр. Осылай саламын. Өздеріңізге ыңғайлы доска, яғни осындай тақта аласыздар. Кішкентай болса да бола береді, сіздерге ыңғайлы болса болды. Осылай саласыздар. Өздеріңізге де YouTube канал ашыңыздар, сіздерге осындай совет берем. YouTube деген, яғни сіздердің өздеріңіздің каналдарыңыз деген мағынаны білдіреді. YouTube'дан ақша табуға болады, өздеріңіз де білесіздер. Міне достар, менде осындай сурет дайын болды. Міне Спанч Бобтың өзі және оның үйі міне даласында тұр. Міне өздеріңізде осы фотомен салыстырып көріңіздер. Тура осындай салынып шықты. Бірақ сәл қатерер болмады деген ойдамын, өйткені мен бір қолымда камера тұр достар. Міне тура осындай. Оң жағында міне үй, ортасында Спанч Боб, сол жағында міне осындай. Міне достар. Достар, егер де менің видеом сіздерге ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар достар.